Мақта қыз бен мысық ертегісі. Бір күні мақта қыз болыпты. Мақта қыз үйін жинап жүріп, мейіз тауып алады. Мейізмен бөліскісі кеп мысықты шақырады. Алайда мысық келмейді. Біраздан кейін мысық келіп, мақта қыз, мені не үшін шақырдың дейді. Мақта қыз айтпайды. Мысық: ендеше мен сенің сүтіңді төгем. Мақта қыз: ендеше мен сенің құйрығыңды кесіп алам дейді. Мысық сүтті төксе, мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық: мақта қыз, менің құйрығымды қайтаршы дейді. Мақта қыз: ендеше сен менің сүтімді қайтар дейді. Мысық сүт іздеуге сиырға барады. Сиыр, сен маған сүт берші дейді. Сиыр: менің қарным ашты, маған жапырақ алып кеп бер дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, сен маған жапырақ берші дейді. Ағаш: мен шөлдеп тұрмын, сен маған су алып кеп бер дейді. Су іздеп келе жатса, алдында қыздар тұр екен. Қыздардан: қыздар, сендер маған су беріңдерші дейді. Қыздар мысыққа: ендеше сен бізге сағыз алып кеп бер дейді. Мысық дүкенге барады. Дүкенші, сағыз берші дейді. Дүкенші: сен маған жұмыртқа алып кеп берсең, мен саған сағыз берем дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, жұмыртқа берші дейді. Тауық: сен маған тар алып кеп бер дейді. Келе жатса, алдынан тышқан шығады. Мысық тышқанды ұстап алып: үйіңде не бар тышқан дейді. Тышқан: мен үйімде тары бар, сен мені босатсаң, мен саған тарыны алып кеп берем дейді. Жарайды дейді мысық. Тышқан үйіндегі тарыны алып кеп береді. Мысық тарыны тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны алып дүкенге барады. Дүкенші оған сағыз береді. Сағызды алып қыздарға барады. Қыздар оған су береді. Суды алып ағашқа құяды. Ағаш оған жапырақ береді. Жапырақты алып сиырға барады. Сиыр оған сүт береді. Сүтті алып мақта қызға барады. Мақта қыз оған құйрығын қайтарып береді. Сонымен мақта қыз бен мысық дос болып қалады.